Ақжүністің ішкі интерьеріне келетін болсақ, мұнда барлық классикалық стандарт түрде орналасқан деп есептеймін. Жеке өзімнің пікірімді бөлісетін болсам, достар, мұнда цифрлық панель, планшет, осы екі дүние ғана бар. Бұдан артық басқа электрондық әртүрлі қосалқы бөлшектердің қажеті жоқ деп есептеймін. Себебі бұл біріншіден Қытай, оны қайта еске сала беремін сіздерге. Екіншіден біз бұл электроникалық әлеммен әлі күнге дейін толығымен меңгеріп, жалпы біздің біліміміз оншалық дәрежеде артып кеткен жоқ. Сондықтан да неше түрлі электрондық сенсорлардың, электрондық қосалқы бөлшектердің көбейген сайын автокөлікте, бұл онымен қоса түрлі қауіпті, түрлі жағдай болатын апаттардың да санын көбейтуі мүмкін деген секілді риск бар. Сондықтан да менің жаным тыныш болсын деп, маған осы екі электрондық панель ғана жеткілікті деп есептеймін, достар. Және бұның ішіндегі көп қызметтер шектеулі ғана. Басқа маркаларға қарағанда мұнда көптеген қызметтердің жоқтығын білдіреді, бұл деген сөзім. Міне, мұнда цифрлық панельде барлық ақпарат осы жерге шығады. Төрт дөңгелектің температурасы, қысымы, одан бөлек менде жалпы қазіргі таңда неше литр бензин 100-ге жеп тұр. Және запас коды. Оң жақтауында бізде қалған сұйық отынның көлемін көрсетіп тұр. Сол жағында менде қазіргі таңда көлік қызып келді, судың температурасын көрсетіп тұр. Онымен басқа біз старт-стоп кнопкасын қосқанға дейін осы үш бізде ескерту жанып тұратын болады. Майдың белгісі, мендегі белдіктің тағылмаған, және біздегі қозғалтқыштың проблемасы, немесе чек, сол секілді проблемалардың алдын алу үшін көрсететін арнайы индикатор. Және мына жақта бізде қазіргі таңда бүкіл электроникалардың барлығы аккумулятордан тоқ алып тұрғанын, онымен қоса мұнда біздің электрондық қол тежегішінің жұмыс істеп тұрғанын көрсететін осы үш белгі алғашқы бастапқы кезде жанатын болады. Келесіде мен планшет жайында айтқым келеді. Планшет бүгінге дейін, достар, сенесіздер ме, 22.400 шақырым жүрдім. Көпшілігінің айтып жатқан, ойбай, мен планшетім істен шықты, мен планшетім қатып қалды, басқа болды деген секілді түрлі шағымдарды көп естіп жатамыз. Бірақ менің планшетімде бүгінге дейін ешқандай проблема кездескен жоқ, достар. Оның бір басты себебі мынада деп есептеймін. Мен мына планшетті мүлдем қолданбаймын. Білесіздер ме неге? Себебі мына планшет, расымен айтқанда, бізге жеңіл тілмен айта салайын сіздерге, тупой. Расымен тупой мына планшет. Себебі бұл планшеттен мен алатын ештеңем жоқ. Сондықтан да мен бұл планшетті қолданбаймын. Бүгінге дейін бұл планшет бұзылмай тұрған, сондықтан да. Яғни менің аялы алақанымның құрметіне ие планшет қой бұл. Енді айта кетейін, неге мен бұны қолданбаймын? Себебі мына планшеттің өзінің тек характеристикаларды, техникалық мүмкіндіктерін қарап ашып қарасаңыз, біздің сервистік кітапшада, ол жерде мына планшет қателеспесем 2010-2012-13 жылға дейінгі аралықтағы біздің Samsung, Xiaomi сияқты әртүрлі бір брендтер бар ғой, солардың характеристикаларындағы бар мүмкіндіктерді 2024-2025 жылғы көліктің планшетіне әкеліп салып қойған. Яғни бұның ішіндегі озвучкасы бар, бұның ішіндегі жалпы өзінің жады бар, әртүрлі мүмкіндіктер бар ғой, солардың бәрі өте жай, баяу жұмыс жасауға икемделіп қойған. Өте аз десек болады. Сондықтан да бұл планшет көпке жарамайтын мен ертеректен түсіндім де, мұнда тек қана мен өзімнің музыкамды қосам, және бір мәселе бар, бүкіл баптаулардың бәрін осының ішіне енгізіп қойған. Мұнда біздің ауаны баптауыш, температураны баптайтын, сырттан ауаны кіргізетін, іштегі ауаны рециркуляция жасайтын, яғни жалпы осы кондиционерге қатысты бүкіл функцияны осының ішіне енгізген. Онымен қоса алып келіп Android Auto және Apple CarPlay-ді осының ішіне енгізген. Қысқасы айтқанда, бұл планшеттің ішіне алып келіп барлық нәрсені тыға берген ғой. Сөйтетте оны клиенттер алып қолдану барысында дұрыс жұмыс жасамайды дейді. Әрине дұрыс жұмыс жасамайды. Өйткені клиент бүкіл осы функцияның бәрін қолданып көргісі келеді, а ол планшет оны жасай алмағандықтан істен шығып жататыны бар, енді оны мойындаймыз. Сондықтан мен бұлардың ешқайсысын қолданбаймын, тек қана ауа баптағышты, салонның ішіндегі бүкіл жағдай температураны реттейтін батырмаларын қолданамын. Онымен қоса Bluetooth музыканы ғана қолданамын, болды. Бір. Екінші мәселе, планшетті қолдану сенсор болғаннан кейін, мұнда көріп тұрғаныңызда ешқандай механикалық, мұнда батырмалар жоқ бізде физикалық тұрғыда. Сондықтан барлығын сенсор күйінде енгізіп қойған, ал оны жол жүріп келе жатқан кезде, әсіресе сіз трассада 120-130 бен келе жатасыз да, ауаны баптап температурасын реттеу керек болады.
Ал сіз жолға қарайсыз ба, жоқ әлде сенсормен оны іздейсіз бе? Міне, ол екінші жағы мен үшін қиындық туғызады. Сондықтан мен жолға шығардан алдын бүкіл музыкамды, шай, кофемді, киномды барлығын реттеп қойып аламын мында. Содан кейін ғана барып мен жол жүруді бастаймын. Енді жалпы меңгерге келетін болсақ, достар, мен мультирульді кішкене түсіне алмадым осы тұста. Неге десеңіз, қараңыз, мультимедианы реттеп баптау үшін оны келесі әуенге ауыстыру немесе алдыңғы әуенге қою үшін батырмалар сол жақтан орналасады, ал мультимедиаға дәл сол секілді аудио мультимедиаға қатысты дауысын баптау оң жаққа орналасады. Яғни екі қолмен де. Көбінесе мен көрген көліктерде, яғни өзгенің көлігінен көрсем де, арендаға алған көліктерде болса да, әртүрлі брендтерде аудио мультимедиаға қатысты батырмалардың барлығы оң жақтан немесе сол жақтан орналасады. Жалпы көліктің мына борт компьютерді баптауға арналған әртүрлі батырмалардың барлығы сол жақтан немесе оң жақтан. Яғни бір жақтама жинақталып орналасушы еді. Бірақ қытайлар бұл жерде қалай шешкен? Көріп тұрғаныңыздай аралас қой. Круиз контроль мына жақта орналасқан, борт компьютерді реттейтін бір батырма мұнда бар, екінші батырма мұнда бар. Дәл сол секілді дауыспен баптау, яғни телефонды алу және немесе қою секілді батырманы, оларды мына жаққа орналасқан. Жалпы аудио медиа файлға байланысты батырмаларды да жан-жақтан шашыратып қойған. Орталық консоль жайында толығымен айтып кеткім келіп отыр, достар. Жоғарыда айтқандай мұнда бізде планшет орналасады. Планшеттің астында екі USB порт орналасқан. Біріншісі әрине осы планшетке медиа файлды беру үшін флеш картаны қолдануға арналған USB порт, екіншісі де телефонды қуаттауға арналған USB порт. Әрине мен оны Type-C жүйесіне ауыстырып қойдым. Одан кейін бізде мұнда арнайы 12 вольттық ұяшық бар. Ол жерге мен арнайы құрылғы қойып, тағы да екі телефонды қуаттауға болатын екі USB портын жасап шығардым. Төменгі бөлімде екі ұяшық бар. Сіз бұл екі ұяшыққа телефоныңызды немесе сіз жак автокөлігін сатып алған кезде осындай сізге арнайы әдемі екі кілттерін ұсынатын болады. Соны қойып қоюға болады деген секілді. Төменірек жайлап орналасамыз, мұнда старт-стоп жүйесі бар бізде. Старт-стоп жүйесінің тұсында келіп орналасады қораптың селекторы. Қораптың селекторында бір айырмашылығы бар. Кейбір қытайлық осының замандасы секілді көліктердегідей барлық режимдердің светі жанып тұрады. Ал қытайлық кейбір көліктерде ол нәрсе жанбауы мүмкін. Сіз білесіз қай көлік жайында айтып жатқанымды. Төменірек орналасқан бізде апаттық батырма, сосын көлікті қалпында ұстап тұру стабилизация, система стабилизация бар мұнда батырмасы. Мынау енді Қытайдың ішінде немесе Қазақстанға 2025 жылы кіргізілген JAK 107 көліктерінде мына батырманың қандай батырма екенін айтсаңыздар болады. Маған себебі бұл 2023-2024 жылы Қазақстанға кірілген JAK 107 көліктерінде бұл бізде бос болып тұр. Негізі максималдық комплектацияларда бұл жерде тағы бір функция болу керек еді. Одан кейін төменірек түсеміз, біз мұнда электрондық авто тежегіш, астында бізде автохолд жүйесі бар. Мына ұяшықтың не үшін екенін түсінбедім. Мүмкін кілт салып қою, немесе енді қытайлық сайттардан оқып шықтым. Мұнда визиточка дейді, жағдай, әртүрлі визитный жағдай карта дейді, сол жерге салып қоятын арнайы орын деп аталған екен. Білмейміз, кімге қалай екен. Мен бүгінге дейін бір жыл болып қалды көлікте жүргеніме, ешқандай бір мақсатта қолдана алмадым шынымен. Екі стақан қойғыш, сонымен және бізде мұнда кішігірім жағдай бар деп қоям. Әрине бұл подлокотник, енді қазақшасы қалай екен білмеймін. Жәшік деп айтасыздар ма, қол тіреуіш, қол тіреуіш болатын шығар енді дұрысырағы негізінде. Сол қол тіреуіштің астында бізде осындай арнайы ұяшықтар орналасқан. Мұнда өзіңізге қажет болған заттарыңызды салып қоя аласыздар. Және менің сүйікті қалам Шымкент қаласы.